өзіндегі проблемаларды, нормаларды білмей, өз-өзіне проблема создавать етіп алып, үйленбей жүрген жастар көп. Мүшем кішкентай дейді, немесе мен тез бітіріп қоям дейді, немесе мен мүшем әлсіз дейді. Сол үшін үйленбей жүрген жігіттер өте көп. Менің мүшем жұмыс істемей жатыр деп келіп жатқандар бар да. Сосын неше уақыт болды жұмыс істемей жатыр десем, 10 жылдай болды, 15 жылдай болды жұмыс істемей жатқанына дейді. Әйеліңіз бар ма десем, уже әйел уже қатынасқа деген желаниясы жоқ дейді. Сонымен еркекте оны тоқтатып қояды. Ал негізі қатынас ол денсаулық кепілі ғой. Ол еркекпін мен, тек бір сөйлеп шұлқынатын еркекпін мен, бір ғасырда бір туатын еркекпін мен. Ассаламалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Ерлер денсаулығына арналған менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Егер ерлер денсаулығына арналған пайдалы ақпараттар алғыларыңыз келсе, менің YouTube каналыма тіркеліп, төмендегі қоңырауды басып қойыңыздар. Бүгінгі тақырып бізде мүшенің өмір бақи тұрып тұруы. Осы жайында біз әңгіме қозғаймыз. Бұл қай кезде болады? Мүше қай кезде өмір бақи тұрып тұруы мүмкін? Бұл мүшенің ішіне протездер салған кезде. Қазіргі медицинаның дамыған заманында мүше мүлдем жұмыс істемей қалса, мүшенің ішіне протез салу арқылы тұрғызып қоюға болады. Ол қай кезде жасаймыз ол протезді? Мысалы, қазір эректильді дисфункция айтып жатырмыз, жасарып келе жатыр. Жастарда да өте көп кездесіп жатыр эректильді дисфункция. Оның себептері өте көп. Психологический себептерден бастап, мүшенің ішіндегі қан тамыр жүйесіндегі проблемалар, кейбір ішіп жүрген дәрілік заттарына байланысты, алған травмаларға байланысты, гормоналды бұзылыстарға байланысты осы эректильді дисфункция жасарып келе жатыр. Көбінесе бізде еркектердің қазір мынау үйлену уақыты да артқа қарай жылжып келе жатыр. Қазір еркектерге 30, 35, 40, 45 жасында үйлену ол бір жаңалық емес болып қалды қазір. Бұрынғы кезде 30 жаста или 27-28 жаста үйленіп жатқан кезде ол елдер жаңағы туылған туыстары переживать етіп, неге үйленбей жатыр екен деп. Қазіргі кезде өте көп жастар келеді. Өзіндегі проблемаларды, нормаларды білмей, өз-өзіне проблема создавать етіп алып, үйленбей жүрген жастар көп. Мысалы келеді 35-40 жастағы жастар, мүшем кішкентай дейді, немесе мен тез бітіріп қоям дейді, немесе мен мүшем әлсіз дейді. Сол үшін үйленбей жүрген жігіттер өте көп. Мен мысалы сұрап жатам, сол үшін үйленбей жатсың ба деген кезде, бірінші емделіп алайын, содан кейін үйленем деп жатқан жастар өте көпті. Ол жігіттерге мен айтам да, емделіп алу үшін үйлену керек деп. Неге бұлай айтам? Себебі мүше үнемі тұрып тұру үшін, мүше жақсы жұмыс істеу үшін, мүше жұмыс істеп отыру керек постоянно. Бізде мынандай 25 жасқа дейін мүше жұмыс істеп келеді, жан-жаққа қыздарға қараған кезде мүше сразу қимылдай бастайды. Енді 25 жастан кейін организм көреді, мынау жігіт үйленетін ойы жоқ. Значит, бұл жігітке пока гормонды кішкене азайту керек. Себебі бұл қыздарға қараған кезде 20 жастағыдай, 25 жастағыдай тұрып мүше қимылдай беретін болса, ол жаңағы простата безіне әсер етеді. Простата безінде секрет шыға береді. Жұмыртқада ұрықты продуцировать ете береді. Ол кейін зиян болуы мүмкін. Ер адамға кері әсерін тигізуі мүмкін. Сол үшін бұл жақта организм не істейді? Кішкене тестостеронды төмендетеді. Нормада бұл. Кішкене тестостеронды төмендетеді. Тестостерон кішкене төмендеген кезде ер адам оны сразу ер адамға байқалады. Ер адам таңертең тұрған кезде мүшесі уже бұрынғыдай өзімен бірге оянбайды. Көшеде қыздарды немесе жаңағы ересектерге арналған киноларды көрген кезде мүшесі бұрынғыдай қатты болып ұзақ уақыт тұрып тұрмайды. Уже алдындағы бұрынғыға қарағанда кішкене болса да әлсіздік байқалады. Соны ол жігіт өзінде бір проблема пайда болды деп ойлайды да, оның проблеманың үстіне проблема қосады, психологический проблема қосады. И солай жылдан жылға
айдан айға, жылдан жылға кете береді да, проблема ары қарай өзі психологически еще қосып, соны күшейте береді. И соны уақытылы егер келіп, уақытылы дұрыс информация алып, уақытылы үйленіп кетсе, ол мүше қайтадан жұмыс істеп кету вероятності жоғары болатын еді, егер оның бәрін уақытылы істесе. Бізде не істейді? Уақытылы істемейді, жүреді, өз-өзінде ешкімге айтпайды, ұялады, өз-өзімен тынып, ешкімге, мысалы, неге үйленбей жүрсің десе, басқа да бір себептерді айтып, үй алайын, машина алайын деген сияқты себептерді айтып, көбісі жүре береді. На самом деле, ол проблема мына жақта мүшесінде немесе психологический проблема болуы мүмкін ол жігітте. Солай жүре береді. Сол үшін егер проблема жаңадан басталып келе жатқан болса, оның алдын алу керек, тез арада оған көмектесу керек та, и қайтадан өзінің қалпына келтіру керек, орнына келтіру керек. Бірақ сол үшін мен үнемі айтатыным, ерте үйленген пайдалы. Ерте үйленіп, тұрақты қатынасқа түсіп отса, мүше уақытылы, как тренировка жасап отырған сияқты, күнделікті жұмыс істеп отырған кезде мүше гормонды требовать етіп отырады, гормон беріліп отырады, мүше қатынасқа организм, ағза қатынасқа түсіп отырады да, мүше дұрыс жұмыс істеп отырады. Ал енді тағы да бір проблема бізде, мысалы, үлкен ағаларымыз жоғары, мысалы, келеді, кейбір қазіргі кезде тоже кездестіріп жатырмын, 50-60 жастағы кісілер менің мүшем жұмыс істемей жатыр деп келіп жатқандар бар да. Сосын неше уақыт болды жұмыс істемей жатыр десем, 10 жылдай болды, 15 жылдай болды жұмыс істемей жатқанына дейді. Сосын айтам да, неге қазір ойладыңыз, неге қазір келдіңіз десем, жаңа тоқал пайда болды, жұмыста или басқа жаққа бір әйел пайда болды, содан кейін ойластыра бастадым дейді осы нәрсені. Өзінің денсаулығына қарай бастады. Яғни, оға дейін 50 жасында, мысалы мен айтып жатырмын да, әйеліңіз бар ма десем, уже әйел уже қатынасқа деген желаниясы жоқ дейді. Сонымен еркекте оны тоқтатып қояды. Ал негізі қатынас ол денсаулық кепілі ғой. Ол бір организмда оятатын бір моторчик организмді, қан тамыр жүйелерін постоянно тренировать етіп отыратын, қанды давленияны көтеріп, пульсті жақсартып отыратын осы бір моторчик. Бұл тұрақты қатынасқа түсіп отырған кезде, бұл моторчик постоянно қанды айдап отырады да организмда, и жаңағы жүрек қан тамыр жүйе ауруларымен, инсульт ауруларымен ауруын төмендетеді. Сол үшін қатынасқа 70, 80, 90 жасқа дейін түсіп отырған ол еркек немесе әйел денсаулығына пайдалы. Ал бізде не істейді? Бізде 45-50 жасында тоқтатып қояды. Жігіттер, мысалы, үлкен ағаларымыз келіп жатады, солардан сұрасам, болды ғой, асарымызды асадық, жасарымызды жасадық қой деп жатады. Немесе мүшем әлсіреп қалған кезде, олар өздері психологически өз-өздерін соған дайындап, болды ғой, жақындадық қой, шал болдық қой деген сияқты өздерін списывать етіп жатады. Олай жасауға болмайды. Максимально мүшені жұмыс еткізуге тырысу керек. Егер мүше жұмыс істемей жатса, онда дәрігерге бару керек те, дәрігердің көмегімен қазіргі мынау дамыған медицинаның дамыған замандағы прогресстерді қолдану керек. Ол мысалы қандай? Бізде медицинада қазіргі осы эректильный дисфункцияның кезіндегі соңғы қолданатын нәрсе ол протез. Мүшенің ішіне салып қойып, мүше үнемі постоянно жұмыс еткізіп тұруға болады. Ол мүше постоянно жұмыс істеп тұрған кезде, ол жаңағы тура солай қантамыр жүйесіндегі жаңағы жақсартады, пульсті жиілендіреді, давленияны көтеру арқылы жаңағы қан айналымын жақсартады. Сосын гормон продуцировать ету арқылы еркектің настроениясы жақсы болады. Настроениясы жақсы болғаннан кейін еркектің өмір сүруге деген құштарлығы артады. Качество жизни дейді, качество жизни жақсарады. Тек қана өмір сүру емес, бұл жақта қалай өмір сүру уже не болады, сұрақ болады. Қатынас деген, бұл өмір сүру качествосын жақсартады. Сол үшін
қазіргі кезде енді бұл возрастной жаңағы келетін эректильді дисфункция жайында айтып жатырмыз біз. Ал анаға жастарда кездесетін қандай да бір аурулардан болған эректильді дисфункцияларда, олар енді жастар көбінесе ол протезді қолданып салдырып жатады. Бізде қазір мен айтатын нәрсем, ол көбінесе бізде возрастной уақытпен, жаспен келетін эректильді дисфункцияға көңіл бөлу керек. Бұл протездар ағзаға ешқандай зияны жоқ. Бұл протезді қойған кезде денсаулыққа ешқандай кері әсері болмайды. Максимум бұл протез организм қабылдамай қоюы мүмкін. Бұл жерде мысалы итак мүше жұмыс істемей тұрса, оны протез қойса, оны максималды жұмыс еткізуге болады. Немесе ары қарай жаңағы организм қабылдамай қойса, оны алып тастаса, ол қалай жұмыс істемей тұрды, солай жұмыс істемей тұра береді. Бірақ жұмыс істету вероятності намного жоғары болады да, мүшенің жұмыс істету вероятності. Сол үшін бұндай жетістікті қолдану керек. Максимальны түрде жаңағы медицинаның дамығанын пайдалану керек и бұдан қорықпау керек. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер. Келесі видеоларымда қандай тақырыптар тыңдағыларыңыз келсе, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Біз міндетті түрде сол тақырыптарды қозғауға тырысамыз.